Қайырлы күн, бүгін сіздермен қолжетімді заттармен 20 минутта рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 стакан шекер, 1 стакан ұн, 5 жұмыртқа, шымшым, тұз, разрыхитель, ванилин қажет болады. Ең алдымен ыдысымызды жақсылап құрғатып алып, 5 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне 1 стакан шекерімізді, жарты ванилинімізді, шымшым тұзымызды салып, жақсылап көпіргенше миксерлейтін боламыз. Жақсылап көпіргеннен соң ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Енді 10 грамм разрыхителімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің тестамыз дайын. Арнайы ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, лопатканың көмегімен кішкене жайып тегістеп аламыз. Қызып тұрған 200 градус пеште пісіріп аламыз қызарғанша. Мінекей біздің бисквитіміз жұмсақ. Енді арасына өздеріңіз кез келген қалаған салмасын салып алсаңыздар болады. Шет-шетін кесіп алыңыздар. Осылайынан пергамент қағазынан босатып, мен джем қолдандым. Сіздер қалауларыңызша сгущенка қоссаңыздар да, кез келген салманы қоссаңыздар болады. Тек рулетті ыстықтай кезінде орап қою қажет, немесе бисквитті сындырып аласыздар. Осымен біздің рулетіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, әрі жұмсақ болып шығады. Ораған кезде тығыз ораңыздар. Бес минут осылай тұру қажет. Одан кейін 2 шетін кесіп, ортасынан кесіп, осылай 2 бөлікке бөліп қойсаңыздар болады. Әрлеуін өздеріңіз қалағанша әрлеңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.